Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті химия және химиялық технологиялар кафедрасы флотациялық реагенттер және олардың қолданылуы пәні пайдалы қазбаларды байыту білім беру бағдарламасында оқитын студенттерге бұл курс арналады. Бүгін біздің бірінші дәріске көшейік. Бірінші дәрісіміздің тақырыбы флотация реагенттердің тағайындалуы және олардың классификациясы. Курс авторлары техника ғылымдарының кандидаты доцент Акимбекова Бақыт Базыловна, аға оқытушы Амирхан Алма Амирхановна. Дәрісіміздің жоспары. Яғни біз сіздермен бұл дәрісте флотореагенттердің жалпы сипаттамасымен танысатын боламыз, пульпаның сұйық фазадағы флотореагенттердің күйімен және де фазалардың бет аралығындағы реагенттердің адсорбциясымен танысатын боламыз. Назар салып қарасаңыздар, алдарыңызда флотация процесі қалай жүргізіледі, сол көрсетілген. Жүктелуі және мақсаты. Мақсаты бойынша флотациялық реагенттер 5 негізгі топқа бөлінеді. Ол жинауыштар, көбік түзгіштер, депрессорлар, немесе оны супрессорлар да деп атайды, активаторлар, қоршаған ортаны реттеушілер. Флотация. Флотация француз тілінен аударғанда су бетінде жүзу дегенді білдіреді. Минералдар бетінің физика-химиялық қасиеттерінің айырмашылығына, олардың сумен сулану қабілетіне негізделген байыту әдісі. Сулы ортадағы ұсақ ұнтақталған күйдегі кейбір минералдар сумен суланбайды. Суға енгізілген ауа көпіршіктеріне жабысып, олармен бірге бетіне қалқып шығады. Сумен суланбайтын ауа көпіршіктеріне толып кетпейтін және целлюлоза көлемінде қалатын басқа минералдар. Әртүрлі минералдардың флотациялануы олардың бетінің сумен сулану қабілетіне байланысты. Бұл қабілеттерді флотациялық реагенттерді қолдану арқылы жасанды түрде өзгертуге болады. Флотациялық реагенттерді таңдау арқылы кендегі кейбір минералдар флотацияланатын, ал басқалары флотацияланбайтын жағдайлар жасалуы мүмкін. Мысалы, егер полиметалл рудасында шамамен бірдей флотацияға ие галена, халькопирит, сфалерит және пирит бір мезгілде болса, онда флотациялық целлюлозада әртүрлі флотациялық реагенттерді қолдану арқылы қорғасын, мыс, мырыш және пирит концентраттары бөлінетін жағдайлар жасалады. Минералдардың, реагенттердің физикалық, химиялық қасиеттеріне тәуелді ғылыми арқылы дәлелденген флотациялық реагенттердің классификациясы флотацияның нәтижесін болжауға мүмкіндік береді. Флотациялық қасиеттеріне негізделген флотореагенттердің классификациясы қазіргі уақытта қолданылады. Бұл классификацияның артықшылығы флотацияда жиі қолданылатын реагенттерді тағайындау қасиеттеріне және де сәйкес негізгі топтарға бөлуге болады. Рябой деген ғалым молекулалық орбитальдар әдістерін қолданып, кейбір сульфидті минералдардың, яғни оған сфалерит, халькопирит, пирит, галенит, гематит жатады. Реагенттермен әрекеттесу гипотетикалық моделін құрастырып, олардың құрылымын комплекс түрінде көрсеткен. Егер реагент компоненттерінің молекулалық орбитальдардың энергиясы және пішіні минералды құрастыратын катиондарының және аниондарының молекулалық орбитальдарына жақын болса, сонда беттік қосылыстар неғұрлым берік болады. Осы флотациялық реагенттердің көмегімен кейбір минералдардың бөлшектерінің ауа көпіршіктеріне жабысуына жағдай жасалады және керісінше оларға басқа минералды бөлшектердің жабысып қалуына жол берілмейді.
Целлюлозаға түсетін ауаның дисперсиясы және оны ерітіндіден шығару нәтижесінде ұсақ көпіршіктер пайда болады. Минералды бөлшектер ауа көпіршіктеріне қосылып, минералданған көпіршіктер түседі. Минералданған көпіршіктер көбік қабатын қалыптастыру үшін целлюлозаның бетіне қалқып шығады. Мұнда суретте көріп тұрғандарыңыздай көпіршіктерге жабысатын бөлшектердің пішіні. Екі атомды орбиталдар бүркесіп, жалпы молекулалық орбитальды құрағанда, екі атомға бірдей өлшемде коваленттік және координациялық байланыстар пайда болады. Бұл орбиталь атомдық орбиталь сияқты екі қарама-қарсы бағыттағы спиндер электронмен толтырылған. Есептеу нәтижесінде екі атомдық орбитальды құрамындағы екі молекулалық орбитальдар пайда болады. Біреуі төмен энергиясымен, ол байланыстырушы орбиталь деп аталынады, және екі атомдық ядроларының бір-біріне тартылуын анықтайды. Ал басқа жоғары энергиямен босатушы орбиталь деп аталады да, ядролардың бір-бірін итеруіне келтіреді. Молекулаларда негізгі күйіндегі екі электронмен тек қана байланыстырушы орбиталь толады. Бұл кезде бізде бәріміз білеміз, химиялық байланыс пайда болады. Химиялық байланыс пайда болғанда атомдық орбитальдар бүркеседі де, байланыстырушы орбитальға ауысқанда деформация пайда болады. Ол гибридизация деп аталады. Құрметті студенттер, химия курсынан білеміз, гибридизация қалай пайда болатынын. Гибридтік орбиталінің шүлдігі, яғни өсі бойынша электрондық бұлтының тығыздығы орбитальдан жоғары болады. Осы себептен атомдық орбитальдармен бүркесуі толық жүреді. Егер де S орбитальмен пайда болған байланыстың беріктігі 1 деп алсақ, онда координациялық саны 2-ге тең қосылыстар үшін сызықты бұрыштар алуымен SP гибридизация және байланыстың беріктік қатынасы 1,932-ге теңдей пайда болуы мүмкін, балалар. Біз бірінші дәрісіміздің осы бөлімін аяқтаймыз. Біз келесі осы бірінші дәрісті жалғастырамыз. Біз сол кезде сіздермен, құрметті студенттер, көбік түзгіштер туралы, активаторлар мен қандай активаторлар бар, сонымен сіздермен келесі осы дәрісті жалғастыра келе танысатын боламыз.